Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін осындай лағманның жаймасын созып үйренеміз. Мөлшерін описание бөліміне жазып кететін боламын. Ең алдымен өте ыстық емес, өте суық емес, орташа суымызға тұз салып, осындай қатты тесто илеп алатын боламыз. Қамырымызды бірнеше рет тындырып басатын боламыз. Жалпы лағманның қамырында ешқандай түйіршіктер қалмау керек, біркелкі болғанша бірнеше рет басып тындыратын боламыз. Қамырды қатты илегендіктен оны 3-4 рет басып тындырып 2-3 сағат алдын елеп қойғаныңыз жақсы болады. Көріп тұрғандарыңыздай қолмен басқанда бір тегіс болуы керек. Біз қамырымызды қатты илегендіктен осылай 3-4 сағат басып тындырып алатын боламыз. Басып болғаннан кейін 7 немесе 8 бірдей бөлікке пышақпен бөліп аламыз. Кесеге сұйық майымызды құйып, әрбір бөлігімізді азғантай маймен майлап шығамыз. Созуға ыңғайлы болсын деп, әрбір бөлігін осылай қолымызбен басамыз. Үстелдің үстіне лағманымызды созу үшін осылай ақырын созып бастайтын боламыз. Әрбір бөлігін осылай созып алғаннан кейін дастарханның үстін майлап, соған рет-ретімен жинап шығатын боламыз. Осылай әрбір бөлікті майға малып алғаннан кейін рет-ретімен жинаймыз. Бұны әрбір жайма жасап отырамыз, аралары жабысып қалмау үшін. Май өте аз болмауы керек, көп болса жақсы. Жинап болғаннан кейін бетін майлап, осында пищевой пленкамен немесе салфанмен жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін жаймамыз жақсы тынады, және оны шетінен алып, осылай созуға дайындаймыз. Тесто біркелкі болсын десеңіздер, осы екі бас бармақтың және де екінші саусақтарыңыз арқылы біркелкі етіп созып шығамыз. Бірінші этапта созып алғаннан кейін бетіне сұйық май жағып, тағы да екінші рет созуға дайындаймыз. Тестаны ұратын кезде саусағымыздың ортасына немесе осы қолымыздың сыртына жинап алып, ақырын үстелдің үстіне ұратын боламыз. Қатты созбаймыз, қатты ұрмаймыз, тек өз салмағымен ғана үстелдің үстіне ұрғылаймыз. Сол кезде біздің тестамыз біркелкі осылай әдемі болып шығады. Бір ас қасық тұз салынған қайнаған суымызға тестаны салып, жақсылап арасын ашып араластырып, бетін жауып қайнатамыз.
піскен тестаны әбден суын сорғытып таза ыдысқа саламыз. Ешқандай су қалмауы керек. Таза ыдысқа салып, бетіне сұйық жағатын боламыз. Сол кезде егерде су қалса, тестамыз былжырап кетеді. Осы тестаны кез келген лағман түріне пайдалансаңыз болады. Мінекей біздің тестамыз дайын. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!